Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алматы облысында жол апатынан 4 адам қаза болды. Кеген ауданының таулы аумағында Hyundai Sonata және Mitsubishi Galant көліктері соқтығысып, 4 адам қаза тауып, екеуі зардап шекті. Олардың барлығы бір көлікте болған. Hyundai Sonata автокөлігі 44 жастағы ер адам басқарған. Ол Кеген Көктөбе автожолының 60 шақырым рөлінде басқара алмай, Mitsubishi Galantпен соқтығысқан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Тоқаев Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барады. Президент 21-22 желтоқсан күндері Өзбекстан Республикасына мемлекеттік сапармен барады. Мемлекет басшысы Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиевпен келіссөз жүргізіп, екі жақты әлеуметтік іс-әрекеттердің өзекті мәселелерін, сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және көлік-транзиттік ынтымақтастықты одан әрі нығайту перспективаларын қалттылайды. Бұл туралы Ақорда хабарлайды. Сондай-ақ олардың өмірлік және халықаралық күн тәртібін қарастырады. Мемлекеттік сапар аясында бірқатар екі жақты шарт пен келісім қол қойылады деп жоспарлап отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.